Мешіттер неге көбейіп кетті, неге көп салынып жатыр, неге мектеп салынбайды оның орнына деп. Мешіттегі бөлмелер не үшін деген сұрақтар көбейіп кетті. Қазіргі уақытта жалпы мұсылман діні болсын, хиджаб болсын, соған қарама сұрақтар бар негізінде. Соның ішінде провокациялық сұрақтар да бар, айтатын болсақ. Жалпы келетін болсақ, әлем бойынша 4 миллион мешіт бар екен негізінде, яғни мұсылмандар енді екінші орында, христиандардан кейін саны бойынша. Енді ең көбі Индонезияда орналасқан екен, бір мемлекетте 1 миллион мешіт бар екен. Және халқының саны да Құдайға шүкір бұларда көп, 250 миллион халқы бар, 90% таза мұсылмандар екен. Ары енді Пакистан бар 600 мың, Индия бар, Индия 300 мың дейді, одан кейін Бангладеш бар, 250 мың мешіт бар екен. Бангладештің өзінде де 200 миллиондай халқы. Енді Қазақстанға келетін болса, Қазақстанда 70% ғана біздің мұсылман ғой негізі. Қалатын болсақ 20 миллионның ішінде. Ал енді бізде 91 жылға дейін, тәуелсіздікке дейін бізде 68 ғана мешіт болыпты. Ал қазіргі осы соңғы 30 жылдың ішінде бізде тәуелсіздіктен кейінгі тәуелсіздік жылдары бізде 2800 мешіт ашылыпты бүгінгі Қазақстан бойынша. Соның ішінде көбісі 50 мен 150 ғана адам сияқты негізінде жалпы. Яғни көбісі ауылды мекенде, районда, кіші қалаларда салынған мешіттер ашылған. Ал енді облыс бойынша келетін болса, Қазақстанның ең көп мешітте шоғырланған бұл Түркістан облысы 753 мешіт бар екен. Одан кейін Жамбыл облысы 310, Ақтөбе, Алматы облысы 285, және де үлкен қала бізде Астанадан 13 мешіт бар екен, Алматы қаласында 54 мешіт бар екен қаласында. Сонымен бірге бізде Қазақстанда, соның ішінде Астанада Орта Азия бойынша, Қазақстан бойынша ең үлкен мешіт бар. Яғни Астананың бас мешіті 22 жылы Назарбаевтың қатысуымен ашылған 30 мың халық сиятын. Яғни бұл жерде жатқанда намазханасы бар, өзінің дүкені бар, ішінде жеке барлық комплекс қой, айтқанда үлкен мешіт бізде 22 жылы ашылған. Ары қаратай уже екінші орында Әзірет Сұлтан мешіті 10 мың адам сияды екен, 2012 жылы ашылған. Бұл да Назарбаевтың қатысуымен. Алматы орталық мешіті 7 мың адам сияды екен, 99 жылы ашылған. Әбу-Насыр әл-Фараби мешіті тоже Астана қаласында 5 мың адам сияды, 2005 жылы ашылған. Және де 5-ші мешітіміз Әнет Баба Қарағанды қаласына 4 мың халық сияды, 2000 жылы ашылыпты. Яғни бестікте тұрған осы үлкен мешіттер Қазақстан бойынша. Үкіметтің қолдауымен салған алғашқы мешіттердің бұл Ақтөбе қаласындағы Нұрғасыр мешіті 3500 халық сияды екен. Үлкен мешіттердің алғашқысы. Бұл уақытта президент Назарбаев пен Медведевтің қатысуымен, Россияның президенті болып тұрған кезінде екеуінің қатысуымен ашылған мешіт. Алғашқы Нұрғасыр Ақтөбе қаласындағы. Сонымен бірге мешіт ашылуға келетін болсақ, Еуропа қалаларында да қазіргі уақытта көп ашылуда мешіттеріміз. Мұсылмандар мешіті, яғни соның ішінде Англияда көп екен. 3500 мешіт бар екен, ең көп. Яғни сол 2001 жылдан бері қарайтын болсақ, 500-дей церковь жабылған екен. Оның орнына 423 мешіт ашылыпты. Яғни церковьға келушілердің жамағаттың аз болуына байланысты оның орнына мешіттер ашылыпты. Жалпы өзі сонымен бірге Еуропаға Москваны айтатын болсақ, Москвада ең көп мешіт бар Еуропа қалаларының ішінде. Біздің еліміздегі 2800 мешіттің осы жартысы 1500-і почти 91 жыл мен 2001 жылдар аралығында ашылған. Яғни сол уақытта Рәтбек Нысанбайұлы мүфти болып тұрған кезінде ашылды 1500 мешіт негізінде осы 10 жылдың ішінде. Сұраққа келетін болсақ, неге мектептер салынбайды, мешіттер неге көп салынып кетті десек, мектептің саны бізде елімізде 7475 мектеп бар екен. Соның ішінде жеке меншік мектептер бар 400-ге жуық. Яғни мектептердің барлығы үкіметтің, мемлекеттің қолдауымен салынады көбінде. Жаңа мешіттердің көбісі халықтан жиналған ақша немесе жеке демеушілердің арқасында салынған мешіттер көбінде. Сонымен бірге сарапшылардың айтуы бойынша мешіттің жетіспеушілігі негізінде бар дейді. Яғни өзімізде байқап жүрміз, осы Астана болсын, Алматы қаласы болсын, жұма намазы кезінде, қазіргі уақытта ораза уақыты кезінде кей кезде жамағат сыймай қалады көбінде. Өзімді көріп жүрмін.
Жалпы келетін болсақ 2 миллионның сыртында халқы бар Алматының өзінде. Соның ішінде 500 мың мұсылман бар десек, намазға жиылатын 54 мешіт жеткізіліксіз дейді. Яғни оның орнына бізде 300 мешіт болу керек дейді. Алматы қаласының өзінде жеткілікті болу үшін 300 мешіт, яғни әлі 250 мешіт жетпейді. Ал жалпы Қазақстан бойынша келетін болсақ, Қазақстан 20 миллион халыққа 7500 мешіт керек екен. Яғни 1000 мен 2000 жамағаттың арасында салынатын болса, әлі 7500 мешіт керек екен жалпылама. Енді қорытындылайтын болсақ, әлі де негізі сұрақтар болады. Мешітке байланысты болсын, хиджаб, мұсылман дініне байланысты болсын, сұрақтар болады. Сұрақтар болғанымен мешіттер салына береді. Өйткені қазір халық өсіп келеді, мұсылмандар көбейіп келеді. Негізгі айтарым осы. Лайк басып отырыңыздар. Давайте ораза қабыл болсын. Рахмет.